біреуден рұқия талап етіп қою нештенге тұрады, айтшы? Тегін ғой ол. Солай ма жоқ па? Тегін нәрсе. Бірақ сонда да талап етпейді иман иесі. Яғни Аллах субханаху ва тағала менен өзінің арасына ешбіреуді қоспайды ол адам. Себебі Аллах айтады: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб." Егер пенделерім мен туралы сенен сұрайтын болса, оларға білдіріп қой деп жатыр, мен оларға жақынмын деп жатыр. Ол пенде өзінің жүрегіндегі бар таухидпен біледі, Раббісі оған бүткіл мақлуқаттардан көре не? Жақын. Сенің өзіңе туылғаннан бастап мейірімділік қылып тұрған анаң болатын болса, әкең болатын болса, солардан жақын Аллах саған. Олардан көре саған мейірімді, олардан көре саған рахымды, сол нәрсені білу керек. Біреулер азғантай ауырып қалса, бірден докторға звондайды. Бірден жүгіріп барады бір докторға. Аллах қайда қалды? Өзіңе дем салмайсың ба? Аллахқа жалбарынмайсың ба? Ибрахим алейхиссалату вассалам, инна Ибрахима кана умматан қанитан ханифа деді, солай ма? Ықыласта болды. Ибрахим алейхиссалату вассалам не дейді? Ва иза маритту фа хуа яшфин деді. Мен ауырсам, маған шипа беретін кім ол? Аллах субханаху ва тағала. Мен ауырсам, ол мені емдейді деп отыр. Доктор, дәрі деп отқан жоқ. Ва иза маритту фа хуа яшфин. Біреудің Аллах субханаху ва тағала нәсіп етмей баласы болмай қалса, немесе бір ауру емделмей қалса, доктордан докторға жүгіреді. Бұл көп нәрсе болады. Мен кейбір бауырларды болып қалады осылай. Бір қайғыға түсіп, ана докторға, мына докторға барып, дем салдың ба десем, ұмытып қойыппын дейді. Аллаху акбар. Аллахты ұмытсаң, сонда врач саған не істеп береді? Врач өзі ауру болып жүр. Яғни өткенде бір естідім, бір врач өзінің мамандығы болған ауруға жолығып өліп кетті. Өзінің ауырып жүргенін білмей қалған ол бейшара. Ана отырсаң, врачтардың кейбіреулерімен отырып қалсаң, мынаны же, ананы жеме, бірінші мынаны жеп, содан кейін мынаны же деп, ол үйрете беріп тамақ жегізбейді біреулер. Сақталып жүріп, өзі бірінші өледі адамдардан. Ол емделген адам жасап жатыр, ол өзі өліп кетіп жатыр. Себебі ол өзін өзі емдей алмайды. О ажалын кешіктіру ғой, енді сөйлемесе де болады. Ола ястарқун деп жатыр Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах субханаху ва тағалаға сүйенгені сондайлық бір дәрежеде, әшейін екі ауыз болған руқиянды талап етпейді біреуден. Жеңіл ауру бола ма, ол ауру бола ма, ең бірінші талап еткені Аллах болады. Бұл сөзден түсініп қалмасын біреулер, ауру болса да емделмеу керек екен деп. Наби саллаллаху алейхи ва саллям емделіңдер дейді. Ибадаллах, тадауа ибадаллах дейді. Ей Аллахтың пенделері, емделіңдер дейді. Аллах қандай ауру түсірген болса, оның емini берген. Бірақ ең бірінші соған жүгірме де. Өзіңе ұқсаған пендеге жүгірме. Аллахқа жалбарын. Әшейін бір сабыр қылып өтіп кететін болса, емделді, дем сал да қоя сал. Басы ауырып қалса бірден дәріге жүгіреді. Тура сол дәрі оны емдеп қояды. Бұл дәрі себеп. Аллах қаласа әсер етеді, қаламаса не? Әсер ете ма? Жоқ, әсер етпейді. Сол үшін біреуді көрсең, бір рет дәрі ішеді, қаласа әсер етпейді. Екеуін қосып ішеді, болмай жатыр. Үшеуін ішеді. Өзіне жаңа ауру тауып алады сосын. Ана ауру дәрі көбейіп кетті ғой. Оған жаңа ауру келеді иншалла. Бұл пенденің істеген емі, пенденің шығарған дәрісі ғой ол. Бір жағы пайда болса, бір жағы зиян. Аллахқа сүйенуіңше барлығы дұрыс. Барлығы ем. Осы дүниеде сол ауруды емini бермесе де, сен ибадат қылдың Аллахқа. Одан үлкен бір керемет жақсы нәрсе бар ма? Аллахтың алдында сенің өзіңе болған дем салғаның, Аллах субханаху ва тағаладан ем беруін, шипа беруін сұрағаның, бұл Аллахқа болған таухид болды ғой. Одан биік не нәрсе бар Аллахтың алдында? Аллахқа бұдан өзінің таухидынан болған басқа
қадірлі нәрсе жоқ. Ла илаха иллаллах калимасын қамтыған мағына бол.